Мұстафа қазақтың Найман руынан шыққан. 1920 жылдардағы ашаршылық кезінде Мұстафаның ата-бабалары қазақ даласынан тыс жерге қоныс аударған. Бастапқыда Гималай арқылы өтіп, олар Кашмирге, содан кейін Қытайға, кейінірек Түркияға жетті. Мұстафаның әкесі Қабен қажы атақты балуан болған. Түркияда өткен белдесуде жергілікті мықты балуаннан айласын асырды. Түріктер Қабеннің шеберлігіне сүйсініп, оны түркі ағайын деп атап, Өзтүрік деген лақап ат қояды. Мұстафа Өзтүріктің тегі осыдан шыққан. Мұстафа Қабенұлы Әбдірахман Өзтүрік 24 қарашада Түркияның Ыстанбұл қаласында, басқа нұсқа бойынша Кайсери қаласында жақын Мұса Қожалы ауылында дүниеге келген. Болашақ чемпион Ыстанбұл қаласындағы орта мектепті бітірген. 1975 жылы оқуын бітіріп, Мұстафа Тайвань елінің астанасы Тайбэйге аттанды. Онда Тайвань халықаралық саясат университетінің журналистика факультетіне оқуға түсті. Сонда жүріп өзі керемет жақсы көретін футболмен айналысады. Сосын таэквондоға қатыса бастайды. Осы екі өнері үшін Мұстафаны Тайваньдағы бір генерал қатты жақсы көреді. Баласындай бауырына тартады. Соның арқасында Мұстафа өзі жөнді оқу оқымайды. Көбінесе добын қуып таэквондосымен айналысып жүре береді. Жөнді оқымағаннан кейін белгілі ғой. Бір рет оқудан шығарып тастайды. Жылап генералға барады. Ол қайта алғызады. Екінші рет шығарып тастайды. Генералға қайта барады. Ол қайта алғызады. Қайта шығара бергеннен кейін Мұстафаның өзі әкесі Қабен қажыға: "Әке, менің оқи алатын түрім жоқ. Ауылға қайтар" деп хат жазады. Сөйтсе әкесі: "Балам, біз өзі ел асып келген, білімге зәру халық едік. Қайтып келсең, сені суға шелекпен жіберіп, сол шелекпен су ала алмай бос қайтқан адам сияқты боласың. Мына бір уыс жұртың білімге шөлдеп отыр. Өлсең де тірілсең де солардың шөлін қандыратын білім алып кел" деп жауап қайтарыпты. Сөйтіп жүріп оқуды да тәмамдайды. Журналист болған жоқ. Таэквондо мектептерін ашып, бұл өнердің кеңінен қанат жаюына көп ықпал етті. Таэквондодан 6 рет әлем чемпионы атағын жеңіп алды, 7 данның иегері және атақты бапкер атанды. Мұстафа Брюс Лидің өзімен жаттыққан деген аңыз бар. Ал атақты актер және жекпе-жек шебері оны тіпті фильмдеріне түсуге шақырды. Алайда Өзтүрік актерлік шебері болмағандықтан бас тартты. Кейінірек Өзтүрік оқиға желісі жекпе-жек өнері төңірегінде дамитын түрік фильмдерінде ойнайды. Сонымен қатар ол Алатай фильмінің сценарийін жазып, ондағы басты кейіпкердің рөлін сомдады. 1980 жылы университетті бітірген Мұстафа Түркияға оралып, ұлттық құраманың жаттықтырушысы болды. Сол жылы бұл елде бұрын таэквондо дамымағанмен, Түркия құрамасы әлем чемпионатында 2-ші орынды жеңіп алды. Мұстафа Өзтүрік Стамбул мен Мюнхенде таэквондо мектептерін ашты. 80-ші жылдардың ортасында Мұстафа Германияда тұрып, әскерилерге және полицейлерге жекпе-жек өнерінен сабақ берді. Мұстафа Өзтүрік қазақ тілінен басқа түрік, неміс, жапон, қытай, корей тілдерін білген. 1990 жылдың көктемінде Комсомол комитетінің хатшысы Иманғали Тасмағамбетовтің шақыруымен бұрыннан белгілі спортшы Мұстафа Қазақстанға алғаш рет ұшып келеді. Тарихи отанында Мұстафаны батыр болып қарсы алды. Өзтүрік Қазақстанда болған уақытында Қазақстан халқына арнап бірнеше көрсетілім қойылымдарын өткізді. Екінші рет Мұстафа сол жылдың күзінде Қазақстанға ұшып келіп, республикада таэквондоны дамыту ісімен айналысады. Қазақстандық бақ өкілдеріне берген сұхбатында Мұстафа Өзтүріктің өзі Қазақстанға оралғысы келетіні туралы былай дейді: "Мен дүниені де көрдім, бүгін туған елімді көрдім. Не айтайын, айырмашылығы үлкен. Сондықтан мен өз отанымды қалап, өз біліміммен, күш-қуатыммен республикама көмектесуді жөн көрдім." Мұстафаның арқасында елімізде бірнеше мамандырылған мектептер құрылып, онда қазақстандық таэквондо өнерін үйрететін болды. Мұстафа аз уақыттың ішінде қазақ шәкірттерін халықаралық деңгейге шығарып, олар ақш пен Түркияда өткен әлем чемпионаттарына қатыса бастады. 1991 жылы Мұстафа Өзтүрік Қазақстанда ВТФ таэквондо федерациясының құрылуына үлес қосады. Келесі жылы Мұстафа Қазақстан азаматтығын алады. 1993 жылы Мұстафа Өзтүріктің күш-жігерінің арқасында Қазақстан таэквондо федерациясы Дүниежүзілік таэквондо федерациясының құрамына енеді. Араға 2 жыл салып, 1995 жылы Мұстафа шәкірттері таэквондодан әскерилер арасында 7-ші әлем чемпионатына қатысып, Қазақстанға 2 күміс 1 қола медаль әкеліп, Кореядан кейінгі жалпы командалық 2-ші орынды жеңіп алды. 1994 жылы Мұстафа Өзтүрік Қазақстан Республикасы парламенті депутаттығына үміткер болып, қажетті дауыс жинай алмағаны белгілі. 1995 жылы 15 наурызда азанғы сағат 5:35-те 41 жасында Мұстафа Өзтүрік Алматыда кенеттен қайтыс болады. Достарының айтуынша 1995 жылы 11 наурызда Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында кикбоксингтен жарыс өткен.
Ол аяқталғаннан кейін Өзтүрік өзін нашар сезінгенін айтты. Оны ауруханаға жеткізді. Мұстафа Өзтүріктің досы Мамед Дамир былай деп еске алады. 15 наурызда жағдайы нашарлап кетті. Кешкі 5:30-да ол дүниеден өтті. Жанындағы достары оның уланғанын айтты. Оның тамағына у қосылған деп ойлаймыз. 17 наурызда Өзтүрікпен қоштасқаннан кейін оның денесі орталық мешіттен бірнеше шақырым жерден әуежайға дейін жеткізілді. Спортшының анасы Разия апай ұлының денесін Түркияға алып барып, Стамбул қаласындағы зираттардың біріне жерлеген. Мұстафа Өзтүріктің артында 3 баласы қалды. Германияның Мюнхен қаласында тұрақты тұратын бір ұлы мен 2 қызы.